Астананың 20 жылдығына орай Арай саябағы жөндеуден өтті. Қазір жаңарған саябақ Жетісу деп аталады. Оның өзіндік себебі бар. Алматы облысының тарту ретінде салынған бақта шарын шатқалы, тамғалы петроглифтері сынды өңірдің құнды жәдігерлері көпшілік назарына ұсынылып отыр. Құрылыс жұмыстарында заманауи технологиялар пайдаланып, 700-ге жуық маман, 40-тан астам техника тартылды. Бұл Астанадағы жер жәннаты Жетісудың бір бөлігі. Алматы облысының көрікті жерлерінің барлығы бір саябақтың аумағында. Субұрқақ ұзындығы 1,5 шақырым болатын веложол мен жүгіру жолдары, ойын алаңдары қала тұрғындарының игілігі үшін. Бұл саябақ 14 гектар жерден тұрады. Саябақ негізінен 5 функционалдық бөліктерге бөлінген. Бірінші кіреберіс арка, екінші автотұрақтар, үшінші демалатын орын, елдің төртінші жаңағындай спорттық ойын орындары, бесінші танымдық, тарихтық орындар. Шарын шатқалы, таңбалы тас, Алматы порты, Балқаш көлі, сосын Алматының 7 өзені. Жетісу саябағының әр бөлігі терең мағыналы, әр мүсіннің өз айтары бар. Тіпті мына жолдың өзі Ұлы Жібек жолын бейнелейді. Жағалай орналасқан құрғақ су бұрқақ келушілер үшін жаңалық болды. Ескі саябақты жаңғырту жұмыстарына 1,5 жыл уақыт кетті. Осы саябақта маған әр түрлі балалардың жастарына арналған детский площадкалар құрастырылған, сол маған ұнайды. Содан кейін бұл жерде өте көп ағаштар. Айта кетейік, елорданың 20 жылдығына орай келер жылдың шілдесіне дейін 20-ға жуық жаңа саябақ аллея ашылады деп жоспарланған. Ал оның тең жартысы бүгінде қала қонақтары мен тұрғындарына есігін айқара ашты. Әсел Тұмашқызы, Мәншүк Мақсұтқызы, Хабар 24, Астана.